Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай бубликтердің рецептімен бөлісемін. Видеоны толық қарап, менің арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: жылы сүт, тұз, шекер және ашытқы, яғни дрожж қажет болады. Барлығын қосып араластырып, 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Дрожжымыз кішкене көтерілгенше. 20 минут өтті. Енді оның үстінен сұйық майымызды, жұмыртқамызды және де жылы суымызды құйып, тағы да араластырып қамыр илейтін боламыз. Жұмыртқа 2 дана жұмыртқаның 1 данасын саламыз, ал 1 данасының сарыуызын бубликтеріміздің бетіне жағуға алып қоямыз. Ұнды аз-аздан қоса отырып қамыр илейміз. Барлығын бірден салып жүрсеңіздер, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Илеп дайын болған қамырымызды 30 минутқа тындырып, көтерілгенше тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырмен жұмыс жасай беруімізге болады. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп, зуала етіп, аз уақытқа тындырып қоямыз. Енді қамырымыздың арасына салатын салмаларымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге шұжық пен сыр қажет болады. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Екеуін де теркадан өткізіп аламыз. Міне, екеуін де дайындап алдық. Енді қамырымызды, 3 қамырымызды да шұқа етіп жайып аламыз. Дөңгелек етіп жайып алдық. Екінші қамырды да дәл осылай, екінші, үшінші зуаланы да дәл осылай дөңгелек етіп жайып дайындап аламыз. Қамырларымыз дайын. Енді арасына мен кетчуп қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз. Мен 2 түрлі кетчуп қолдандым. Біреуі ащы, яғни чили. Екіншісі классикалық түрде кетчупты қолдандым. Бірінші зуаланы жайып, үстінен кетчуп және шұжықтарымызды, теркадан өткізілген шұжықтарымызды толық салып шығамыз. Оның үстінен екінші зуаламызды орналастырып аламыз. Екінші қамырымыздың үстінен де кетчупымызды жағамыз. Толық барлық жеріне жағып шығып, үстінен сырды сеуіп шығамыз. Үшінші қамырды сырдың үстінен жауып шығамыз. Үшінші зуаламызды орналастырдық. Енді барлығын кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Орауға ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Дәл осылай қамырымызды бұрап табамызға жайғастырамыз. Жасалуы оңай. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгішесін басып қоюларыңызды өтінемін. Міне, бубликтеріміз дайын болды. Оның үстінен жұмыртқаның сарыуызын жағып,
күн сеуіп, печкамызға 180 градуста толық пісіп шыққанша жібереміз. Менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міне біздің бубликтеріміз дайын, барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Бинура.